Сәлем достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым осы аптаның соңында болатын UFC Fight Night'қа арналатын болады. Бірақ та бұл Fight Night'тың бір ерекшелігі, бұл Fight Night'та біздің Қытайдағы қандас қазақ бауырымыз Мақсат Қайсар өнер көрсететін болады. Бұл шығарылымда біз бас аяғы 4 кездесуге тоқталатын боламыз. Және де осы кездесулердің шымылдығын ашатын, жалпы осы Fight Night'тың шымылдығын ашатын кездесу Мақсат Қайсар мен оның қарсыласы Габриэль Бенитес арасында өтетін кездесу. Бұл кездесу жалпы 70 кг салмақта өтетін кездесу. Және де жалпы сарапшылардың пікірі бойынша да біздің қандас бауырымыз Мақсат Қайсар осы кездесуде фаворит болып отыр. Жалпы осының алдындағы шығарылымда мен Мақсат Қайсарға жеке тоқталып өткен болатынмын. Міндетті түрде мен осы шығарылымның астына өз сілтеме қалдырып кетемін. Сол сілтеме бойынша сіздер Мақсат Қайсардың туралы шығарылымды қарасаңыздар болады. Жалпы осы екі жауынгердің әрбір қайсысының статистикасына тоқталып өтетін болсақ, Мақсат Қайсар бас аяғы карьерасында 12 кездесу өткізіп, оның 9-ында жеңіске жетіп, 3-інде жеңіліске ұшыраған. Ал оның қарсыласы Габриэль Бенитес карьерасында 35 кездесу өткізіп, 23-інде жеңіске жетіп, 12-сінде жеңіліске ұшыраған. Жалпы бұл жауынгерлердің жалпы ұрыс жүргізу стиліне келетін болсақ, бұл екі жауынгерді жалпы айтқанда тұрып соғысу әдісін жақсы көретін жауынгерлер. Соған байланысты да UFC-да бұл кездесуге бекерден бекер шымылдық ашу мәртебесін беріп отырған жоқ. Жалпы Габриэль Бенитес бұл Мексиканың өкілі болып табылады, ал Мақсат Қайсар әрине қазақ бауырымыз болғанмен өкінішке қарай Қытайдың атынан шығатын жауынгер. Мақсат Қайсардың бойы 6 фунт болса, ал оның қарсыласының бойы 5-8 фунтты құрайды. Ал жалпы Мақсат Қайсардың габаритіне келетін болсақ, Мақсат Қайсардың қолының ұзындығы жалпы қарсыласына қарағанда жарты метрге ұзынырақ. Осыған байланысты Мақсат Қайсарда міндетті түрде қарсыласынан габариті бойынша сәл ғана басымдық болуы мүмкін. Және де бұл басымдық міндетті түрде шешуші рөл атқарады деген үміттеміз. Жалпы одан кейінгі кездесу біз тоқталатын жалпы мейн-картқа тоқталамыз. Мейн-карттағы тоқталатын бірінші кездесу бұл әйелдер арасындағы 57 кг салмақта өтетін Бразилияның өкілі нөмірі 12-ші орында тұрған Ариана Липски мен тағы бір Бразилияның өкілі нөмірі 13-ші орында тұрған Карина Сильва арасында өтетін кездесу. Жалпы біз Бразилияның жауынгерлеріне тоқталатын кезде міндетті түрде джиу-джитсулары, яғни бразилиялық джиу-джитсудың міндетті түрде жақсы дамығандығын атап өтуіміз керек. Және де бұл екі қос арудың арасында өтетін кездесуде басты қару ретінде джиу-джитсу, сонымен қатар тік тұрып соғысу әдістері басты рөл шешпек. Бұл екі арудың жеке статистикасына тоқталып өтетін болсақ, Карина Сильва карьерасында бас аяғы 21 кездесу өткізіп, 17-сінде жеңіске жетіп, 4-інде жеңіліске ұшыраған. Ал оның қарсыласы Арина Липскиге тоқталатын болсақ, ол карьерасында бас аяғы 25 кездесу өткізіп, 17-сінде жеңіске жетіп, 8-інде жеңіліске ұшыраған. Жалпы атап өткендей бұл кездесу 57 килограммда өтеді. Яғни американдықтардың тілмен айтқанда 125 фунт салмақта өтетін кездесу. Одан кейінгі біз тоқталатын кездесу бұл көрші ел Өзбекстанның атына шығатын Богдан Гусков пен жалпы осы жартылай ауыр салмақта топ 15-ке кіретін дәл қазіргі сәтте нөмірі 11-ші орында тұрған Райан Спен арасында өтетін кездесу. Жалпы бұл дегеніміз UFC көрші елдің атына шығып отырған Богдан Гусковқа топ 15-ке кіруге мүмкіндік беріп отыр деген сөз. Жалпы қос жауынгердің статистикасына қысқаша тоқталатын болсақ, Богдан Гусков карьерасында 18 кездесу өткізіп, 15-інде жеңіске жетіп, 3-інде жеңіліске ұшыраған. Ал Райан Спен болса, карьерасында бас аяғы 30 кездесу өткізіп, 21-інде жеңіске жетіп, 9-ында жеңіліске ұшыраған. Жалпы соңғы кездесуінде Райан Спен жеңілген болса, ал Богдан Гусков соңғы кездесуінде жеңіске жеткен жауынгер. Сарапшылардың пікірі бойынша бұл кездесу өте тартысты өтеді деп күтілуде, бірақ та дегенмен де сарапшылардың ойы бойынша басымдықты олар Райан Спенге беріп отыр. Өйткені Райан Спеннің жалпы ұрыс жүргізу стилі өте қызықты. Өйткені оның әрбір кездесуі жалпы қан жосаға, нокаутқа болмаса техникалық нокаутқа тола болып табылады.
Одан кейінгі кездесу біздегі басты main event, достар. Жалпы басты main eventте 57 килограмм салмаққа дейінгі ерлер арасында өтетін кездесу, яғни 125 фунт салмақта өтетін кездесу. Ол Бразилияның атынан шығатын Матеус Николау мен Американың атынан шығатын Алекс Перес арасындағы кездесу. Жалпы Матеус Николау осы соңғы кездесуінде жеңіліс тапқан болса, Алекс Перес те осы соңғы кездесуінде Мухаммад Мукаевқа жеңілген жауынгер. Жалпы Алекс Перес карьерасында 32 кездесу өткізіп, 24-інде жеңіске жетіп, 8-інде жеңіске ұшыраған. Ар Матеус Николау карьерасында 24 кездесу өткізіп, оның 19-ында жеңіске жетіп, 4-інде жеңіске ұшырап, және 1-інде тең түскен жауынгер. Жалпы бұл екі жауынгерді дәл қазіргі сәтте осы 57 килограмм салмақтағы топ 10-қа кіретін жауынгерлер, яғни Матеус Николау номер 5-ші орында тұрған болса, Алекс Перес номер 8-ші орында тұрған жауынгер. Міне достар, осы аптаның соңында өтетін жалпы Fight Night'қа қысқаша тоқталып өттік. Негізінде өздеріңіздің осы жауынгерлерге байланысты ойларыңыз болса, осы жауынгерлердің арасынан сіздер кімдерді фаворит деп ойласаңыздар, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Және де бастысы достар, каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.